Жалқау үкі ертегісі. Жасыл орманда бір сұр үкі өмір сүріпті. Үкі жалқаудың жалқауы екен. Тіптен бір ағаштан екінші ағашқа ұшуға да ерініпті. Ол жылы күндердің бірінде жапырақтардың арасындағы ағаш бұтағында қалғып отырады. Осы кезде қасына ақ тоқылдақ ұшып келіп, ағашты тоқылдата бастады. Оянып кеткен үкі ұйпа-тұйпа қанаттарын сілкіп қалып: «Сен тоқылдатып маған неге маза бермейсің, ей?» дейді жақтырмай. «Мен азығымды тауып жатырмын ғой, көрмей тұрмысың?» дейді таңырқаған тоқылдақ. «Басқа жер таппадың ба? Бұл жерден аулақ кет!» деп үкі дауыс көтереді. «Барлығымыз еңбек етіп жатырмыз, сен ұйықтап отырсың. Тым болмаса, өзіңе ұя салып алмайсың ба?» деді де тоқылдақ ұшып кетті. Үкі қайтадан жайғасты. Қалқи барып еді, шулаған дауыс естілді. Бұл сауысқан екен. Құлағына келіп шықылдатай жөнелді. Үкі оған да айқайлады. Бірақ сауысқан сасқан жоқ. Оған батылдана былай деді: «Айналаңа қарашы, құстардың барлығы тірлік жасап жүр. Біреулер ұя салып, енді біреулері балапандарын тамақтандырып жатыр. Ал сен болсаң, ұйықтайсың да отырасың». Сөйтті де сауысқан үкінің жауабын күтпестен орман жаңалықтарын жинауға ұша жөнелді. Үкі көзін жұмып, тағы да қалғи беріп еді, төбесінде біреудің ұшып жүргенін естіді. Сөйтсе, бір шымшық еменнен мамық жүнді ұясына тасып жүр екен. Маңайында құстар қиқулап, шегірткелер шырылдап, шіркейлер ызыңдайды. Үкі өз-өзінен қатты ұялды. Келесі күні ұя жасауды қолға аламын деп ойлады. Кеш жақындап, кешке қарай суық түсті. Дірдектеген үкі шымшықтың жылы ұясын ойлап кетіп, қанатын қомдап алды. Түнімен әбден тоңған ол күннің шығуын тағатсыз күтті. Біраз уақыт өтіп, күн де көрінді. Шуағын төгіп үкіні жылытты. Бойы жылыған ол маужырап, тәтті ұйқыға берілді. Бірақ керенау жалқаулығынан үкі өзіне ұя жасай алмапты деседі.